Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі тақырып тригонометриялық функциялардың көбейтіндісін қосындыға немесе айырымға түрлендіру тақырыбын қайталау. Сабақтың мақсаты тригонометриялық функциялардың көбейтіндісін қосындыға немесе айырымға түрлендіру формулаларымен тағы да бір танысып, оны есептер шығаруда қолдану. Өткен сабақта 3 формуланы қарастырдық. Еске түсіріп кетейік. Бірінші формуламыз, екінші формула және соңғы үшінші формула. Есептер шығару номер 765-тің асы. Үстіңгі бөлігін дәптерге көшіреміз, астыңғы бөлігін тыңдаймыз. Косинус пи бөлінген 6 қосу альфа, көбейту косинус пи бөлінген 6 минус альфа. 3 формуланың ішіндегісін қайсын таңдаймыз? Екіншісін. Себебі көбейткіштердің екеуі де косинус функциясы. Косинустардың аргументі альфа мен бетта. Есебімізде пи бөлінген 6 қосу альфа және пи бөлінген 6 минус альфа. Сәйкесінше қойып шығамыз. Дұрыс қойылды ма? Тексеріп шығайық. Альфа мен беттаның орындағы өрнектер сәйкес келе ме? Келеді. Дәптерге жазыңыздар. Бірінші қосылғыштың косинусының аргументін қарастырайық. Бұл өрнекті ықшамдау үшін алдымен жақшаны ашамыз. Дәл солай, екінші косинустың аргументі де осылай орындалады. Жалғыз нәрсе ескеру, мына альфаның алдындағы таңба плюске өзгереді. Себебі жақшаның алдында минус тұр. Әр жақшаның ішіндегі ұқсас қосылғыштарды біріктірейік. Пи бөлінген 6-лар жойылады. Екінші жақшада альфалар жойылады. 2-ден 1 косинус 2 альфа қосу косинус пи бөлінген 3. Пи бөлінген 3, пи бөлінген 6 мен пи бөлінген 6-ны қосқанда шықты. Осы жерде косинус пи бөлінген 3-тің мәні бар екенін байқаймыз. Пи бөлінген 3 ол 60 градусқа тең, ал косинус 60 градустың мәні 2-ден 1. Енді жақшаны ашайық. Жақшаның сыртындағы 2-ден 1-ді әр қосылғышқа көбейтеміз. 2-ден 1-ді косинус 2 альфаға көбейтейік. Қосу 2-ден 1-ді 2-ден 1-ге көбейтеміз. Жауабы 2-ден 1 косинус 2 альфа қосу 4-ден 1. Осы есепті қолданамыз келесі кезеңде. Жұмысы номер 765-тің әсі Б-сы, номер 766-ның Б-сы.